Ұнаса жүрегімен, ұнамаса ақылын тыңдайтын достарым, қалайсыңдар? Каналымдағы соңғы 3 видео вообще сервер жайлы болмады. Ал сіздер осы видеода қалай осындай үлкен факториді Майнкрафтқа кіргізгенім жайлы айтатын боламын. Және де осыны салып кезде қиындықтар мен сервердегі өзгерістер жайлы айтатын боламын. Дисплейдің ішінде мен және Бек, ал бұл Ультимайн. Майнкрафтта каждый постройканың өзінің жұмысы бар. Осыз оны салудың ешқандай мәні жоқ. Мысалға, психбольница, психтарды емдеу үшін. Түрме, өте қауіпті адамдарды қашып кетпеу үшін. Ал үй, жұмыстан шаршап келген кезде көңілді уақытты өткізу үшін. Ал мен факторим болса, конечно же, ат айтып тұрғандай АФК тұру үшін. Ха, өтірік айтам. Егер де Free Fire'да рейтинг оңай көтергісі келген адамдар болса, явно факторидің үстіне түсіп кулакпен красавать еткісі келген шығар. Сол үшін бұл PvP арена болады. Алло, қазір күте тұрыңыздар. Босс, неге серверде уже PvP арена бар? Блин, вообще ол жайлы ұмытып кетіппін ғой. Ё-ма, егер де екі PvP арена болса, вообще смысл болмай қалады. Так что проблема шешу керек. Сенбейсіңдер ғой, ешкім неге жарылыс болғанын айтпады да сұрамады. Неге сұрамағанын түсіндім. Олар жаңа сервер ойнап кетіпті. Ал неге сен олармен бірге ойнамай жүрсің? Неғып әлі Ультимайнда ойнап жүрсің деген сұрақтар болар. Олар каждый 2-3 ай сайын жаңа сервер аша берем деді. Ол негізі Атоканың идеясы болған. Жаңа сервер аша берем деп айтты. Барлығымыз бетіндей, уақыт ол алтыннан да қымбат. Видеоны бастағаны уже 2 минуттан асып кетті, так что постройкаға қайтып көшейік. Енді факториді қаққа саламыз, конечно же, өзіміздің үйіміздің қасына. Осылайша біздің базаға туристер көбейеді. Free Fire'дағы факториді жалғыз мен ғана кіргізгім келмеген екен. Бірақ каждыда бір детальдан жетіспегендіктен өзім творческийдан өзгерттім. Және де енді өте ашықпады. Базаның астында дым текшер болмағандықтан бронз сертификациясының маған ұнамайтын жерлерінің бірі осы да. Сөйтіп антилопа екеуміз жер бетін тегістедік. Егер шынымды айтсам, осы кезге дейін мен бұндай үлкен проект сала алам деп ойлай алмадым. Егер антилопа жер бетін тегістеуге көмектеспесе, бұл видео шыға алмас еді. Жер тегістеп болған соң, оның астында жарық қылу керек болды. Неге деген сұраққа жауап берейін. Егер де ойында бір моп болса, FPS норм болады. FPS дегеніміз не? FPS-тің арқасында біз өте плавно картинкалар аламыз. Егер де мобтар көп болса, біздің телефонымыз өте көп ойланады, содан біздің FPS-іміз түседі. Ал FPS-тің түскені PvP аренаға керек емес. Сол үшін бүкілін жарық қылуға тура келді. Уже бүкілі дайын болғаннан кейін мен тағы да сдавать еткен едім. Өйткені постройкаға дайындаған менің 1-2 шалкер ғана ресурстарым бітіп қалды. Осы кезде антилопа келіп, маған бірнеше шалкермен, песокпен және гравияларды әкелді. Ол маған цемент істеу үшін керек болды. Ал мен тек блоктардан каменмен және де птеродоктан ғана таптым. Осы постройкада да примерно 5 шалкер камень, 3 шалкер песок және 3 шалкер песчаник, ол тағы да жатады песоктардың ішіне, және 3 шалкер гравий және де 2 шалкер птеродокты кетті. Сонымен постройкамды бірінші бастан бастайын шештім, өйткені солай определить ету оңай болады. Және де осында бірінші зданияларын салып қойдым. Егер де телефонды схематика етін бәле жұмыс істеген болса, постройка тез салынып кететін еді. Ең бірінші жасада песчаник болғандықтан мен өзіме қасыма тойлет шақырып алдым. Тойлет шақырып алған себебім өткен песчаникті экономить етіп, пол оқып айналдырып, тойлетке инфаркт келдім. Жолдарды салып атқан кезде тағы да ресурс қалды. Зданияның өзіне көше берейін деп шештім. Ошым 3-8 осындай каменный ступенькілермен және де екі жағын светло-серый бетондармен және де светло-серый цементтермен осы ұшырып тұру үшін ниттер керек болды. Ошым сервердегі балдардан пауч спамнер кімде бар деп сұрасам, пират менің базам астында бар деді. Сөйтіп оның базасының астына түссем, мынаяқта бардың ағып қойған ол жынды. Және де пауч спамнерді қалай қолдану керектігін тиктокта видео түсіргем. Және де ол рекомендация шықты, рахмет. Ошым қасындағы екі бетонды осындай әдіспен алғам, спешка қойсып. И бірақ та сосын бағып қалан түсіндім.
Чтобы просто цементті бірінші қойып алып, оның үстіне су құя салуға. Вообще уақытты мега экономить етеді. Мен осы кезде өз-өзіме сенамадым, что мен осындай постройканы Майнкрафтта сала алатынмын ма. Осы кезде маған әненің сөздері есіме түсіп кетті. Өмірге армандар орындалатын жобасы, қарапайым қазақ. Міне, енді осыны 4 коробканы аяқтадым. Енді осыны үсті мен астын жауып тастау керек. Бірақ та оған ресурс жоқ, так что басқа да заттарды сала берем. Складқа келіп қарасам, ақ шерстен басқа мен қолданатын шерстер жоқ екен. Шерстті мен не үшін қолданамын? Контейнер салу үшін қолданамын. Сол үшін біздің складдағы атока салған ферма шерстімен бірнеше қойларды бояп тастадым. Вот, осы кезде постройканың ең қиын сәттеріне келдім. Пиратқа мау, паучи спамер тауып берген үшін осындай подарок қалдырып кеттім. Толикпен туысқан кезде мен бір нюанс таптым. Игроктар бір-бірін картадан шығарып жүреді. Сол үшін мен жердің бүкіл жерін қоршап шығу керек болды землямен. Осы постройканың кезінде моптар шыққан кезде мен оларды луппен отқан кезде кәдімгі бір Free Fire есіме түсе бастады. Сосын ең мұш постройкамды осындай игроктар шығатын жерден бастан шештім. Одан кейін осындай төбеге кристалға көтерілетін жерді салып аттым. В общем, әште добрый утопник бізге баласын сыпып жатыр. В общем, қараңдар, бағыңдар деп. В общем, бұл әлі тұр еще серверде. В общем, лайкрум дейтін балаға айттым. В общем, кел наяққа көмектесіп тасташ деп. Оған 30 алмаз бердім. Ешкімге айтпа деп. Бірақ та енді Толик, Тархан, лайкрум және де Марсел білет. В общем, лайкрумның төбесіне септау керек қой. 30 алмаз бердім сол үшін. Сосын фактордың клоктауэр жаққа қарап тұрған жерін шәмәлі осындай ақ сеп тастадым. Еще наяққа қазір заборлар септау керек. Еще лайкрум мынаның үстін істеме мені 30 алмазға кетет етіп кетті. Біздің ферманың астынан шахтаға азында байқамай бір шалкер андезит қазып таппын. Серавно андезит өте көп қолданатын блоктарға жататын сияқты мен ойымша. Осы бүкіл жерін осылай забормен жауып шығу керек болды. Инаугурашан асетте жатқан кезде разбойниктер шықты, олардың дурной звонесін алып, басқа кландарға налет жасап жердім. Сосын аяқта Free Fire'да стол боларды істедім. Сосын люктармен бастырттарын қойып шығам, өткені біздің серверде Толик бар да, Толик қоқып қалатындай жерлерден. Сол үшін Толик қоқып қалмау үшін люктармен қойып шығамыз. Есітше мен ниттері басына дюб тетіп көрген, бірақ та дюб істемейткен. В общем, факторлармен құртпай қойын, светло-серый камендерді қоям. Сосын олардың беттене светло-серый коверді қойып, сосын каменмен ұйғасып кетеді. Сөйтіп, Марсел екеуміз бір 10 минуттың ішінде бітіріп тастадық. Одан кейін тағы да функцияларын қосайын дедім осы ойынға. Типа пружинка сияқты, шиналар сияқты, осының үстемнесінде болса секретте береді. Тұрсында қалғандарына секіріп өт, бездейсіздер секіріп тұрмын басқа да контейнерлерге. Сосын тағы да бір шыны жайылым кетпедім, бірақ та болған міну шамалы қиынырақ. Әрі қарай міну үшін, мына іштен жазғын алу керек, әйтпесе никак міну қиын. Дубль 2. Енді қалған балдарды осы жаққа шақыру үшін необычно шақырайын дедім. Целый ролик істеймін, мыналарды шақыру үшін. Правилар өте оңай.
общем қызыл және көк дейтін команда болады. Олардың да екеуінде де железный шлем және де кожаный нагрудник болады. Және де екеуінде де бірдей тамақ және апсоқпен және бір лук болады. И в общем екеуі де шығатын жерлері дәл Free Fire'дікіндегі сияқты. Еще менде целый шалкер зелья бар, и оларды айтап не істеу үшін керек екен. В общем, мен таппай қалдым қаяқта екен шалкерлерін. Қазір іздеп тауып алу керек бірінші. Блин, енді жоғалтып алдым ба деп қорқып едім. И енді қалған балдарды шақыруға болады. В общем, 4 қана бала жиналдық, и сосын осылай қызыл және көк болып екі команда бөлініп алдық. И гардеробқа бардық та, и ол жаққа киімдерімізді қалдырып кеттік. В общем, бірінші раунд авария болды, и сосын бірінші раундта қайтып бүкіл түсіндіру керек болды, не істеу керек екенін. Зато екінші раундта второй лица ойнадық. И в общем, Марсель мен Дархан бірге команда болып, и мен Хан екеуміз бір команда болдық. В общем, мен қашып кетуден номер 1 игрок болдым бұл іште. Өліп қалуға жалайым жоқ болды, өзім карта ашып өзім өліп қалып. Зато второй лица ойнаған ыңғайырақ екен, былай тығып қалып, және де имя игроков дейтінде өшіп тадық. Встречайте, крыса номер 1, топ. Это сигнал, что мен өмір сүрім керек екеніне. Мен Toyota Camry 200 мен кеп апет. Ондай жоқ екен. Мен әлі өмір сүрім керекпін, так что қаша берейін. Просто матрицамын ғой. И одан кейін Хан екеуміз раз атысып көрдік. Вообще-то Хан дейтін садақпен аты второй лица жаман қатты ойнап қойды екен. Молодец, уважуха. И осымен достар, видео бітті. Келесі кездескенше, давайте пока.